Байылхан Бақытжан айтарым мысқылдап отыр. Бұл өте қиын жағдай. Біз бала өлгеннен кейін осы уақытқа дейін ештеңе айтпадық. 27 күн сіздің саусағыңыз бір күнде қандай болады сынған кезде? 27 күн бүктетіліп жатты ғой. Халық қарап отыр. Немене, ойбай прокуратура қарап отыр, төбеден қарап отыр деп больницаға жібермеді, даже ріңдеп кетті ғой мына жері. Мынау сүйегі полный сынған, қазір пластмасс, бет сезбейді. Жоқ, қарсылыққа байланысты. Қарсылық, мысқылдамасын. Бізде оңай жағдайда отқан жоқпыз. Мысқылдап сөйлемесін, іштей сөйлеп отыр. Шоковый состояние деп. Біз әрең отырмыз. Просто бала өлгеннен кейін біз үндемей отырмыз. Біздің де жағдайымыз мәз емес. Тағы да қорғаушылар айтатындарыңыз бар ма? Сотталушылар. Қорғаушылар. Жақсы. Өзіңіздің пікіріңізді тыңдайық осыған байланысты. Жоқ, бірінші өзін тыңдайық. Жақсы. Барлық айтылған бар. Бірінші негізден бастайық, құрметті сот. Ең бірінші қылмыстық процесс, микрофон берсеңізші. Ең бірінші прокурорға қарсылық білдіру, ол қылмыстық процесс кодексінің 88-87 баптарында көрсетілген ол жерде негіздер. Және бұл жерде барлық қорғаушылардың айтып тұрған негіздері қарастырылмаған, құрметті сот. Сол үшін бұл негізсіз деп санаймын. Екінші, процессуалдық емес тәртіп бойынша, қорғау жәбірленуші тараптың өкілдері келгені рас. Ол жерде 4-5 секунд қана тұрды, ол кісілер сұрақтарын аяқтап та үлгерген жоқ ол жерде. Мен оларға нақты жауап беріп те үлгерген жоқпын. Келгендер рас. Енді мен ол кісілердің іс-әрекеттеріне жауап бермеймін, ол дұрыс қой. Үшіншіден, видео заңдылығына күмән келтірді дейді. Мен ешқандай күмән келтірген жоқпын, тек ол жедел уәкілдің іс-әрекетін ғана сұрадым, нақты заңға сәйкес па, емес па деп. Төртінші кім айтты бізде? Зерделемеуге байланысты, егер де мен қылмыстық істі зерделемесем, қазіргі таңда мен айыпты қалай қордап отырмайтын соны? Қалай қолдап отырмын? Сұрақ қоймай қойыңыз, өзіңіз. Ол шындыққа жанаспайды, құрметті сот. Онан кейін эмоциялық жағдайда екенін қайдан біледі, күнделікті тұрғыда менің жай күйімді қайдан біледі, бұл кісілер күндемемен тұрып жүрген жоқ қой? Мен қарсымын, құрметті сот. Және бұл айтылған негіздердің ешқайсылары қылмыстық процестік кодексінде қарастырылмаған. Сол үшін қанағаттандырудан бас тартуыңызды сұраймын. Рахмет. Біз жәбірленушімен бір жақтамыз деп айттыңыз ба? Айыптау тарапы деп айттым, құрметті сот. Айыптау тарапы, өйткені бұл жәбірленушілерде айыптау тарапына жатады деген мағынада айтылды. Жақсы. Одан кейін, құрметті сот, мұнда Жетісу облысының прокуратурасының қызметкерінің қатысуына қарсымыз деп айтылды жаңа, қорғаушымен. Бізде ресми түрде түскен тапсырма